Не үшін бізге 0,618-ге қарағанда 0,382-ден алған тиімдірек болады? Бұны бізге теханализ бен смарт мани ажыратып беретін болады. Теханализ бойынша 0,618-де өзінің уровенді қызметін атқарады, ал смарт мани бойынша 0,382 бізде дискаунт зона. Дискаунт зонадан алатын болсақ, бұл арзан болады, ал премиум зонадан алып қоятын болсақ, бізге ол қымбат түсуі мүмкін. Енді осыны мысал ретінде келтіретін болсақ, біз мына жерден Fibonacci арқылы көрсек болады. Мысалы, мына бірінші трендті сызатын болсақ, бұл жерде бізде міне келесі поддержкамыз осы 0,382-ден болған. 0,382 немесе 0,236-ның арасы. Және мына жердегі трендті қарайтын болсақ, бізде поддержкамыз 0,618-ден болған болады. 0,618-ден өсуі мүмкін, бірақ 0,618-ден алатын болсақ, басқа бір моменттерде біз қымбат алып қойған болуымыз мүмкін. Мына жердегі трендті қарайтын болсақ та, бізде поддержкамыз болса 0,382-ден болған болады. Және соңғы трендті алатын болсақ та, біздің поддержкамыз 0,382 мен 0,236-ның арасында болған.